Барлығына сәлем. Алдымен миымызды жаттықтыру ретінде оңай сұрақты айтайын. Сол жақтағы кубиктерге қарап, бұл кубиктердің ішінде қанша кубик бар екендігін табыңыз. Уақыт кетті. Жауабы: бұл суретте барлығы 9 кубик бар. Ал егерде дұрыс тапсаңыз, лайк басыңыз. Біз келесі сұраққа кеттік. Номер 2. Біздің ғаламшарымыздан өте алыс жерде бір ғаламшар болыпты. Ал ол ғаламшардың ішінде өзге ғаламшарлықтар өмір сүріпті. Ол ғаламшардағы өзге ғаламшарлықтардың саны жыл сайын 2 есеге артып отырғандықтан, ол ғаламшарға өзге ғаламшарлықтар сыймай қалады. Сондықтан да өзге ғаламшарлықтар басқа ғаламшарды іздейді және табады. Өзге ғаламшарлықтар ол ғаламшардың көлемін зерттей келе, ол ғаламшарда тек қана 140 жыл өмір сүре алады екен. Яғни 140 жылда ол ғаламшардың барлығы өзге ғаламшарлықтарға толып, бос орын қалмай қалады екен. Ал енді сіздерге сұрақ: өзге ғаламшарлықтар бұл ғаламшардың жарты жерін қанша жылда басып алады, яғни қанша жылда толтырады? Уақыт кетті. Жауабы: егерде сіз бұл сұраққа 70 деп жауап берсеңіз, онда сіз қателестіңіз. Себебі, мен сіздерге өзге ғаламшарлықтар жыл сайын 2 есеге көбейеді дегенмін. Демек, өзге ғаламшарлықтар бұл ғаламшарды 139 жылда толтырады. Ал қалған жартысын тағы да 1 жыл өтіп 2 есеге көбейген кезде, яғни 140 жылы толтырады. Демек, өзге ғаламшарлықтар бұл ғаламшардың жарты жерін 139 жылда толтырады, ал толығымен 140 жылы толтырады. Номері 3. Жаңа жыл кезінде Нұр-Сұлтан қаласындағы банкте ұрлық болады. Яғни, сол банктың ішіндегі барлық ақшаны ұрлап кеткен. Полициялар сол банкты тексере отыра бұл қылмысты жасаған. Осының алдында түрмеге түсіп шыққан 2 қылмыскер деп шешеді. Яғни күдікті ретінде екеуін де алған. Полиция 2 күдіктіні тергейді. Бірінші күдікті айтады: мен бұл уақытта жаңа жылға дайындалып жаттым. Мен ақшаны ұрлаған жоқпын дейді. Ал екінші күдікті болса айтады: мен өз әйеліммен бірге 1 айға демалысқа кеткенмін. Тек қазір ғана, яғни сіздер келмес бұрын 10 минут бұрын үйге келіп жаңа жылға дайындалып жатырдым. Мен оны ұрлаған жоқпын дейді. Ал енді сіздерге сұрақ: осы 2 күдіктінің ішіндегі қайсысы қылмыскер? Уақыт кетті. Жауабы: сол жақта тұрған күдікті қылмыскер. Себебі, ол айтқан етін: мен демалысқа 1 айға кеткенмін. Тек қазір ғана, яғни 10 минут бұрын үйге келдім деген. Ал енді сіз оның бөлмесін қараңыз. Ол жаңа жылға әбден дайындалған. Яғни, егерде ол шынымен де 1 айға демалысқа кетіп, 10 минут бұрын ғана келсе, бұлай 10 минуттың ішінде дайындалып үлгере алмас еді. Демек, ол өтірік айтқан және қылмыскер. Номері 4. 2 адам бір-бірімен сөйлесіп келе жатып, бір қызды көріп қалады. Және олар айтады: мынаның жасы 15-те дейді. Ал бұны ол қыз естіп қойып: жоқ, менің жасым 30-да дейді. Ал енді сіздерге сұрақ: осының ішіндегі қайсыныкі дұрыс? Уақыт кетті. Жауабы: жоқ, менің жасым 30-да деген адамдікі дұрыс. Себебі, егерде оның жасы 15-те болса, онда ол жүкті бола алмайтын еді. Демек, оның жасы 30-да.